Жексенбі деп жатырма, бәрі бұғып, әлде жалғыз қалдым ба әлемде мен. Мұңайдым, жабырқадым, әрі күлдім, бір құдірет құтқарды өлең деген. Өмілдірігімде дін аман, өн бойын ойы құраған. Мысалы, біз шығармашылық адамдармыз. Бізді не құтқарады? Бізді ой құтқарады, бізді мейірім құтқарады, өз шығармамыз, өз өлеңдеріміз құтқарады. Сол сияқты әрбір қазақтың отбасын бұл тәуелсіздік құтқарады. Неге десек, басқа мемлекеттің босағасында жүргенше өзіңнің еркін елің болған әлдеқайда 100 есе бақыт. Өз еліңмен бірге көктеп, өз еліңмен бірге көгеру деген бұл әрбір адамның арманы. Мысалы, қаншама ұлттар бар, өзінің елі де жоқ, жері де жоқ. Оның жанында кең байтақ жеріміз бар, тәуелсіз еліміз бар. Бұл біздің маңдайға біткен орасан зор бақыттарымыздың бірі. Сондықтан тәуелсіздік әрбір қазақты тәуелсіздік құтқарады деп отырғаным осы. Енді осы 30 жылдың ішінде қазақтың өз қолы, өз аузына жетіп, бір егемен ел екенін жастар да, үлкен буын да сезінді. Елбасымен кезіккен адамдар айтып жатады, әртүрлі сезімде болдым, жүрегім тулады деген сияқты. Мен 2019 жылы жастар жылының ашылуында алдында сөз сөйлеп, сол кезде кездестік. Қазақстан Республикасының тәуелсіз азаматы ретінде өзімнің ойымды айттым. Сол арада рұқсатын сұрап өлеңімді оқыдым, әдебиетшілердің ұсыныстарын жеткіздім. Бүгінгі таңдағы қазақ елінің қарыштап дамуына сіңірген ол кісінің де еңбегі бар. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, әлі талай белесті бағындыратын, ешкімге мойын бұрмайтын, немесе тізесін бүкпейтін тәуелсіз ел болып, ары қарай мәңгі қазақ елі болып тұратынымызға мен кәміл сенем. Тәуелсіздік дегеніміз ең бірінші шығармашылық адам ретінде айтатын ой еркіндігі, сөз еркіндігі.